Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қазақ тілін жеңіл әрі тиімді тәсілдер арқылы үйренгіңіз келе ме? Ендеше біздің арнамызға қосылыңыздар. Бүгінгі сабақта жыл мезгілдері мен ауа райын қазақша айтуды үйренетін боламыз. Ендеше сабағымызды тыңдалым әрекетінен бастаймыз. Бейнероликті мұқият тамашалаңыздар. Бір жылда 4 жыл мезгілі бар. Олар көктем, жаз, күз, қыс. Көктемде күн жылынады, қар ериді, ағаштар гүлдейді. Жазда күн ыстық болады. Адамдар демалады, суға шомылады. Күзде жапырақтар сарғаяды, жаңбыр жауады, егін жиналады. Қыста қар жауады, күн суық болады. Балалар шанамен сырғанайды. Жаңа сөздерді меңгеру үшін мәтінде кездескен сөздерді орыс тіліне аударамыз. Менімен бірге қайталаңыздар. Жыл мезгілдері. Времена года. Көктем, весна. Жаз, лето. Күз, осень. Қыс, зима. Күн жылынады, становится тепло. Қар ериді, снег тает. Ағаштар гүлдейді, деревья цветут. Күн ыстық болады, бывает жарко. Демалады, отдыхают. Олай болса, сөздерді толықтай меңгеру үшін бірінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада асты сызылған сөздерді қазақ тіліне аударыңыздар. Соңғы тапсырмада тірек сөздерді пайдалана отырып сөйлемді толықтырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырыпты тыңдау, оқу, қайталау әрекеттері арқылы меңгере білдіңіздер деп ойлаймын. Тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Сондай-ақ бүгінгі сабақта меңгерген сөздерді күнделікті өмірде пайдалануға тырысыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.